Сәлем оқушы, кеше балалар билға тапсырды 2025, 2025 жылғы тест. Сол жерден енді келген есептерді бізге айтты. Мынандай бір 10 шақты есептерді біз сіздермен балалардың сөзі бойынша келген есептерді талдап шығару жолын көрсетейік. Ғажайыптар елінде 5 қала бар. Әр қала өзара тура жолмен байланысқан. Төменде Алисаның картасы толық емес. Бұл картада көрсетілмеген жолдардың саны қанша дейді. Біз бұл есеп шығару үшін бүйтіп белгілеп алайықшы қалаларды. Мысалы, А, Б, С, Д, Е. Яғни 5 қала болатын болса, бір қаладан 4 жол шығу керек. Мысалы, Алқа қаласынан біреу, екеуі ғана шығып тұр, демек, бұл жерде үшеуі ғана шығып тұр. Мынау шығып тұр. Бізге демек керек, 4-ші жол керек, мынау біреу болады. Одан кейін қай қалалардың араларында жол жоқ. Мысалы, Б-дан А-ға бар біреу, С-ға бар, Д-ға бар, Е-ге жоқ. Содан С-дан біреу, екеу, үшеу, төртеу бар. Д-дан біреу, екеу, үшеу, Е-ге жоқ. Енді қосымша салынған жолдардың саны қанша болып тұр сонда? Өшіп қалған ол 3 жол екен. Билдің ништан басты ерекшелігі ол жерде логикалық есептер өте көп кездеседі. Біз бұрынғы тесттердің анализ жасай отырып байқағанымыз 70-80% логикалық есептер екен. Енді сол есептер бойынша біз 20-дан аса тақырып құрастырдық. Сол тақырыптар бойынша арнайы видео курс дайындадық. Сабақтардың ұзақтығы 10-12 минут және соған байланысты тест тапсырмалары беріледі. Оны алу үшін төмендегі номерге жаза кетіңіз. Біз сіздерге жеңілдікпен ұсынамыз. Яғни А мен Б-ның арасында, Б мен Е-ның арасында, Е мен Д-ның арасында. 3 түрлі оң бүтін сандардың көбейтілісі 24-ке тең. Осы сандардың қосындысының ең үлкен мәні. Бұл есепте 2 шарт бар. 3 түрлі оң бүтін сандар 3 шартта же. 3 түрлі оң бүтін сандардың көбейтілісі 24 болу керек. Яғни осы 3 шартты қанағаттандыратын бізге сандар керек. Мысалы, 3 түрлі оң бүтін сандардың көбейтілісі 8 көбейту 3 көбейту 1 десем 24 шығады, 11 деген жауап, 12 деген жауап бар. Бірақ бізге ең үлкен мән деген келесі шарт бар да. 3 түрлі 24 бірақ ең үлкен болатын болса 12 көбейту 2 көбейту 1 десем. Ең үлкен мәні қосындысының, яғни осы жерде қосындысы неше болып кетеді мыналарда? Көбейтсек 24, ал қосатын болсақ 15 шығады. Демек жауабы 15. Келесі есептеу дұрыс емес дейді. 3 қосу 5 көбейту 7 азайту 9 тең 36. Алайда егер бір санды бірге арттырсақ, дұрыс нәтиже шығады. Қай санды арттыру керек дейді. Енді бұл жерде қарайтын болсақ, есепте мысалы мына жерде 35 қой. 35-ке 3-ті қоссам 38. 38-ден 9 азайтсам 29, яғни 36 келмей тұр. Мен мынаны арттырсам, ол қатты өзгеріс бермейді. 9-ды арттырсам, ол тіпті азайып кетеді. Демек 5 пен 7-дің біреуін арттыруым керек. 5-ті 6-ға арттырсам бірге, яғни 6 шығады, 6-ға 7, 42, 45, 45-тен 9 азайтсақ 36. Демек 5-ті не істеу керек екен? Сұрақ қандай? Қай санды арттыру керек? 5-ті. Б-ның координатасы берілген, 3 пен минус 2 нүктесі 5 бірлік солға және 3 бірлік жоғары жылжиды. Б нүктесінің жаңа координаталарын табыңыз дейді. Біз бірінші бұны координаталық жазықтықта Б нүктесін тауып алайық. 3 пен минус 2 дейді. 1, 2, 3 және минус 2 төмен қарай. Сонда мынау нүкте Б нүктесі осы жерде тұр бізде. Осыны 5 бірлік солға дейді. Яғни бұлайынан өзі 3 бірлік солға қарай кетеді. Сөйтеді тағы 2 бірлік бүйтіп минус 2 келеді. Мына жерге келді. Одан кейін оны не істеу керек? 3 бірлік жоғары қарай. Яғни мынаны солға қарай 5 бірлік, жоғары қарай 3 бірлік. Так, 2 этаж мына жерге көтерілді. Сосын тағы 1 этаж мына жерге келеді. Сонда ең соңғы точкасы бізде осы жерде болып тұр. Бұны B' деп қойсақ болады. Енді осының координатасы қандай? Координатасы B' бізде минус 2, X бойынша, Y бойынша 1. Сонда B жауабы келеді екен. Мықты математик болып есептердің оңай шығару жолдарын үйренгің келсе, каналға жазылуды ұмытпа. Және бұл есепті достарыңа жібер, пікір жазсаң, вообще тигр боласың. Егер x квадрат бізде мынау жаңа бір амал, оны қалай істейміз дейді? 4 көбейтілген 13x азайту 9y, яғни x-ның орнына 5, y-ның орнына 6-ны қоя саласыз. 4, 13 көбейту 5 дейміз мынаны, азайту 9 көбейту 6 дейміз. Сонда мына жерде 65, 65-тен нешені азайту керек бізде? 54-ті азайту керек. Сонда 4 көбейту 11 тең болады 44. Сыныпта 40 оқушы бар, математикаға 25 оқушы қатысады, физикаға 18 оқушы қатысады, химиядан 15 оқушы, 10 оқушы физика, яғни бізде 11 дөңгелектері бойынша бұл есепті құрастырсақ болады. Бұлайынан жазып алайық.
бізде математика, физика және химия. Ең ортасынан бастаймыз. Үшеуіне де қатысатын оқушылардан бастау керек. Бізде 2 оқушы үшеуіне де қатысады. Мына жерге 2 жазамыз. Математика мен 3 оқушы, химия мен физика дейді. Химия мен физика мына жерге 3 жазбаймын, 1 жазамын. Өйткені 2-ні алып тастауым керек. 8 оқушы математика мен химияға дейді. Яғни бұл жерде 6 жазамын. Математика мен физикаға бізде 10 оқушы қатысады. Демек, бұнда 8 жазамын. Енді қараңыздар, тек химияға 15 оқушы қатысады, мұнда 9 болып тұр. Қазір химияның өзінде 6, 2, 1-ді қоссақ 9, осыған нешені қоссақ 15 болады, 6-ны қоссақ. Енді физиканы қарайық. Физикада бізде 18 екен. 8, 2, 1-ді қоссақ 11, демек мына жері 5 болады. Енді тек математиканы есептейтін болсақ 16, 25-тен 16-ны азайтсам 9 болады. Енді осының барлығын қосып шығайық. Бізде мына математиканың барлығы қанша бізде? 25, 25-ке 5, 31. Так. 31, 37. Қанша оқушы ешқандай қосымша қатыспайды. Так, қай жерден қате кетіп қалдық? Тағы көрейік қазір. Физикада бізде 18 болу керек екен ғой. Физикаға 18. Мен қанша деп алдым сонда? 16 деп алыппын почему-то. Мына жер неше болады сонда? 7 болады, иә? Өйткені 18 болу керек. Осы жерде қате кетіп қалыппыз. Енді бәрін қосатын болсам, 25, 25-ке 32, 33, 39. 40-тан 39 алып тастаймын. Бұл бізде үйірмелерге қатысатын оқушылардың саны ғой жалпы. Сонда бір оқушы ешқандай үйірмеге не істемейді? Қатыспайды. Сұрақ сол қосымшаға қатыспайтындар сұрап тұр. А, Б, С әріптерін ауыстырып, А, Б әріптері бірге тұратындай етіп қоятын неше тәсіл бар дейді. Мысалы, бізге А, Б деп қойсақ, мына жақта С мен Д-ны қоятын, А, Б, С деген нұсқа бар. Одан кейін А, Б, Д, С деген бар. Дұрыс па? Енді осылай теріп жаза салсақ та болады бұл жерде. Так, енді ары қарай бізде БА деген бар. БА, С-да, потом олардың андай реттілігі А мен Б деп тұрған жоқ қой. БА, ДЦ бар. Яғни 4-еу болды. Енді бізде АБ басында болса осындай болады екен. Енді ортасында болса ше АБ. С, А, Б, Д деп. Одан кейін Д, А, Б, С деп. Одан кейін С, Б, А, Д. Одан кейін Д, Б, А, С. Енді АБ-ны ең соңына жазамыз. Яғни С, Д, А, Б, Д, С, А, Б. Одан кейін жер Б, А, Б, А. С, Д, Б, А, Д, С, Б, А. Яғни біз басында келетін қатарынан, сосын ортасында келетін, сосын соңында келетін қылып, барлығы 12 нұсқа таптық. Жауабы 12 тәсіл бар екен. АБЦ көбейту 5-тен көп болса, АБЦ 3-тан балсан. Бірдей әріптер, бірдей сандар дейді. Бірдей цифрлар десек болады. Енді қараңыздар, мына жерде көк сөзі шығу үшін бізде бастап бірінші цифр мен соңғы цифр не болу керек? Бірдей болу керек. Енді 5-ке бір сандарды көбейтетін болсақ, 0-мен аяқталатын сан шығады. Және 5-пен аяқталатын сан шығады. Енді 0-мен басталатын 3-тан балсан жоқ қой. Демек, ол К-ның біз неше екенін білеміз уже? 5 екенін білеміз. Демек, бізде 515 болуы мүмкін, мысалы. Яғни, басы және соңы бірдей болу керек қой. Сонда АБЦ 515 қалай болады бізде? 103-ті 5-ке көбейтсек, 515 шығады, иә? Енді қараңыз, осы жауап келу мүмкін деп ойласақ, қандай қателік бар? Бұл жерде мына жерде 1 бар, мына жерде 1 бар. Яғни, мына жерде А болғанда бұл жауап келетін еді. Так как бұл жерде О әрпі, мына жерде А әрпі әртүрлі болғандықтан бұл келмейді. Енді 103-тен басқа қандай нұсқалар бар бізде дейтін болсақ, 105 енді келмейді. Өйткені так, бізде мына жерде 5 тұр, иә? 105-ті, енді 107-ні көрейік. Ол міндетті түрде тақсан болу керек. 107-ні көретін болсақ, 535. Солай ма? Яғни, қайталанатын ешқандай цифр көріп тұрған жоқпын, бәрі әртүрлі. Демек, осы жерде түсінетіміз С тең 7 болады. 109 келе ма десеңіз, 109 да келеді. Өйткені бұл жерде 545. Бұл жерде де қайталанатын цифрлар жоқ. Мынау 105 не үшін келмейді? Өйткені бізде К-ның 5 екенін білдік қой. С мен К олар әртүрлі әріптер болып тұр, сондықтан ол келмейді. Яғни, С-ның орнында 7 немесе 9 келеді екен. Енді нұсқалардың ішінде, скорее всего, осының біреуі болды. Кеттік ары қарай, құтыдағы лимонад 1600 грамм, ал сок 1000 грамм дейді. Лимонад 2 есе ауыр дейді.
бос құтыны табыңыз. Енді мынау балалардың айтқаны бойынша жасалған. Біз бүйтсек болады, лимонад бар және сок бар, бізде. Сокты азын x деп алайық. Сок x болсын, лимонад не болады? 2x болады. Ал құтыныкін y деп алайық. Оны білмейміз ғой. Енді құтыдағы лимонад бізде 1600 болса, бізде 2x қосу y тең 1600 дейміз. Одан кейін x қосу y тең 1000 грамм болады. Бізге енді осыны азайтатын болсақ, жүйе бойынша x тең 600 болады. X дегеніміз бізде сок екен. Согымыз 600 болды. Енді осы жерде 600 қосылған y тең 1000 болып тұр ғой, бізде. Яғни мына жерде x-тің орнына келіп қойып жатырмын. Осы жерде y табатын болсам, енді балалардың айту бойынша түсіндірмеде енді осындай болып тұр. Сонда бос құтының массасы 400 грамм екен. Мына жерде лимонадтікі ол 1200. Асханада бір бауырсақ x теңге, бір бала 4 бауырсақ алса 500 теңгеден аз алады. Аз төлейді, енді балалардың айтқаны бойынша, түсінген жаттағандар бойынша не жатырмыз? Бір бауырсақ неше теңге дейді. Қараңыз, онда 4 бауырсаққа ол 500 теңгеден аз төлейді. Келісесіз ба? 4 бауырсаққа 500 теңгеден аз төлейді. Демек, бір бауырсағымыз бізде 125 теңгеден аз екенін түсінеміз. Ол 100 теңге болуы мүмкін, 120 теңге болуы мүмкін, бірақ оның бағасы біздің білетін ақпаратымыз, айтылған ақпарат бойынша біздің түсінетіміз, ол 125 теңгеден аз.